Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бірінші бөлім дананың сөзі ақылдың көзі. Сабақтың тақырыбы жыр, жоқтау жыры, Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр. Оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін анықтау, шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Бүгінгі сабақтың нәтижесінде әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін анықтайды, шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Сендердің алдыларында оқушылар Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жырда бейнеленген Бамсы Байрақтың бейнесі. Қорқыт ата кітабына негіз болатын ежелгі жырдың бірі Байбөрі баласы Бамсы Байрақ туралы жыр. Жыр көне түркі тілінде ер, поэзия жанры, түпкі негізгі мағынасында жырлап айтатын оқиғалы көлемді шығарма. Бамсы Байрақ туралы жыр былай басталады. Хан ұлы Баһадүр бір күні төсегінен тұрып, қара жерге өзінің ақ шатырын тігізеді. Төбесі көкке жететін ала шатырлар тігіліп, оған 1000 жерден кілемдер төселсін деп бұйрық береді. Ішкі сыртқы оғыздардың барлық беттері Баһадүр ханның тойына жиналады. Сол тойда Баһадүр ханның қарсы алдына найзасына сүйеніп, Қаракене баласы Қарабодақ, оң жағында Қазанның баласы Ораз, солында Қазылық, Оғызбектің баласы Игінек тұрған еді. Мұны көргенде Байбөрібектің көкірегі қарс айырылып өкіріп жылайды. Сонда күйеу баласы Қазан Салуар тізерлеп тұрып, Байбөрібекке үңіліп, «О, Байбөрібек, мұнша неге қайғырасың?» деп сұрайды. Осы кезде оның «Менің тәжімді киер ұл жоқ, өкшемді басар іні жоқ. Мен Құдайдың қарғысына ұшыраған жан болдым» дейді. Осы кезде бүкіл жаңағы бектер, Оғыздың адамдары сол жерде күллі халық қолдарын жайып, Байбөріге ұл тілейді. Сол кезде перзентсіз Байбіжан да орнынан тұрып, бектер, маған да бір ата беріңдер, Тәңірі маған бір қыз берсе екен. Осы кезде жаңағы бектер көкке қарап қол жайып, оған қыз тіледі. Күндерден күн өткен кезде Байбөрі ұлды Байбіжанға қыз берді дейді. Енді ұлды болған Баһадүр, жаңағы Баяндыр Баһадүр, ол балам өскенше ұрым еліне барып, оған жақсы қару-жарақ әкеліңдер деп саудагерлерге бұйрық береді. Сөйтіп саудагерлер Стамбулға сапарға кетеді. Осы кезде Байбөрінің баласы атына мініп, аң аулауға кетеді. Күндерден күн, жылдардан жылжып өтіп жатады. Осы кезде саудагерлер жаңағы ұйықтап жатқан кезде бұған гәуірлер жаңағы әкеле жатқан саудаларын тартып алып кетеді. Үлкендері тұтқынға түсіп, кішілері Оғыз елдеріне қарай қашады. Осы кезде Оғыз елінің шетіне келген кезде жаңағы бір ала шатыр, үлкен ала шатыр тігілген екен дейді. Соған келсе, бір жігіттің бегі отыр екен дейді. Міне осыған келіп, бұлар өздерінің басынан өткен қиыншылықтарын айтады. Сол кезде бұл бек жігіт жаңағы ешқандай ойланбастан атына міне салып, бұларға барып көмек көрсетеді. Сонда гәуірлер бір жерге жиналып, бас қосып, жаңағы дүниені бөлісіп жатыр екен дейді. Осы кезде ол жаңағы екі ауыз сөзге келместен дейді, гәуірлерге қылышын жұмсап, қырғидай тиді дейді. Басын көрсеткендердің бәрінде қыл мойындарын дейді, қылышы тұра берді дейді. Осыдан кейін саудагерлер енді жігітке өзің мұнарадан сый ал, бір
сыйлығын көрсетеді. Сол кезде оған ең бір ұнаған 3 нәрсе болды дейді. Ол 3 нәрсе жаңағы саудагерлер 3 нәрсені сұрайды, бірақ осы 3 нәрсені олар бере алмайды. Өйткені бұл жаңағы баһадүрге әкеліне жатқан дүние болатын. Жігіт жаңағы бұл жерде теңіз жылқысы шұбар айғырға түседі көзі, темірден соққан шоқпарға түседі, еменнен істелген садақа түседі. Бірақ бұған ұнаған нәрсенің барлығын жаңағы саудагерлер бере алмайды. Сол кезде бұл сұрайды, сендер неге бұған сонша қиналдыңдар, бұл кімдікі деп сұраған кезде ол жаңағы бектің баласын білуші ме едің, сол бектің баласына әкеле жатқан еді, алған дүниелеріміз еді деп сөйлейді. Сол кезде жаңағы Байбөрінің баласы Бамсы ойланып қалады, мен бұлардан алғанша одан да әкемнің ақ батасын қолынан алмайын ба деген ой келеді, бұл атына мініп кетіп қалады. Жігіт ауылына келеді, әкесіне көпестердің келе жатқаны туралы айтады. Осы кезде жаңағы көпестер де есіктен келіп кірді дейді. Осы келсе өздеріне жақсылық жасаған адам жаңағы Байбөрінің қасында отыр екен дейді. Көпестер жаңағы гәулерден сонша қиындық көргенін өздері біледі, бірақ жаңағы жігіт әкесіне айтпаған екен. Есіктен кірген көпестер жас жігіттің келіп қолынан сүйеді. Осы кезде Байбөрі шамданып, иттен туған құрбандыққа жарамас деген, әкесінің қасында отырған баланың қолынан сүю көргенсіздік болады деп көпестерге реніш білдіреді. Сол кезде көпестер өздеріне осынша жақсылық жасаған, осынша дүниенің барлығының аман есен келуіне бірден бір себепші болған осы жігіт екендігін айтқан кезде жаңағы Байбөрі қуанып, елдің бәріне жар салыңдар, үлкен бір той болады, баламның аты қойылады. Өйткені ол кезде бала ерлік жасамайынша оған ат қойылмайды екен. Сөйтіп ат қойылады, елге айтыңдар, жарлық жасаңдар деп сөйтеді. Бұл тойға ат қою үшін арнайы Қорқыт шақырылады. Сонда Қорқыт тойда отырып балаға былай батасын берген екен. Сөз тыңда Байбөрі бек, Тәңірі саған ұл берді, өмірі ұзақ болсын. Ол оғыздардың тірегі, туыстайтын батыры болсын. Басынан қар кетпейтін биік тауларға шығамын десе, ұлың соның ең биік құзырына шығатын болсын. Ағысы қатты қан сасыған өзендерден өтемін десе, Тәңірі оның бүзіп өтуіне жар болсын. Ұлың қара ормандай жау ортасына кірер болса, Тәңірі оның ісіне сәт берсін. Ұлыңды Бамсы деп атап жүредің, ендігі аты Бамсы Байрақ болсын. Мінген аты Шұбар деп аталсын. Менің қойған атым сол, Тәңірі оның жырыммен берсін деді. Оған елдің бектері бұл билікке қол көтеріп жақсы тілек білдірді. Ұлыңның аты өзіне сай болады, бақытты болады деп бата берген екен. Міне енді осы жыр бойынша балалар жаңағы жеңілден күрделіге қарай, қарапайымнан күрделіге қарай тапсырмалар берілген сендердің беттерінде. Оны кітаптарыңмен өздерің танысасыңдар. Енді шығарманың тақырыбы ел қорғау, идеясы туған жердің, өскен елдің, тәрбиелеген ауылыңның қадірін білу, құрметтеу. Осы тектес басқа шығармалармен салыстыратын болсақ, Алып ер тоңға жырымен салыстыруға болады, ер тарған жырымен, Алпамыс батыр жырымен үндес. Жырдың тарихи көркемдік құндылығы ұлт ұрпағына рухани күш, жүректе мақтаныш сезімін тудырады. Көркемдік құндылығына, тіл ерекшелігіне алдағы сабақтарда тоқталып талдау жасайтын боламыз балалар. Кері байланыстың тапсырмасы: жырдағы кейіпкерлердің есімдерін дәптерлеріңе теріп жазып, әрқайсысына мінездеме беріңдер. Міне осы тапсырманы, кері байланыстың тапсырмасы, бұны орындап сендер күнделік кезетке жүктей алмайтын кейбір балалар үшін электрондық почтаны жазып отырмын, және телеграмдағы номерімді жазып отырмын. Міне осы тапсырманы балалар сендер орындап жібересіңдер. Бұл кері байланыстың тапсырмасы: жырдағы кейіпкерлердің есімдерін дәптерлеріне теріп жазып, әрқайсысына мінездеме беріңдер. Сабақ аяқталды балалар. Сау саламат